Мен осы жерге келіп, Жанархан осы жерге келген кезде бір керемет результаттар естіп жатырмын да. Қазір біз Ескол компаниясының продукцияларынан результаттар естіген кезде бір қуанып қаласың ше, марқайып. Мына Аллаға шүкір, осындай продукцияларымыздың барына да. Мынау бауырымыз келіп отыр екен, өз Казатомпромда жұмыс жасаймын дейді. Есімің кім еді бауырым? Жалғас бауырым өзің жақсы, жаңағы бізге айтқан результаттарыңды айтып жүрші өтініш. Иә. Керемет результат. Танысқаныма қуаныштымын біріншіден. Жанархан сөйлегеніңіз жаңа негіз құтты болсын. Туған күніңіз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, әрдайым күліп ойнап жүре беріңіз. Мен бұл продуктыға келгенде, Қазат апаймен өзім бірге жұмыс істейміз Казатомпромда. Берге кешті, естімеді қыздар. Яғни қыздарым қасы бос. Қыздарға керек болып тұр сенің нәтижең. Лаборатория бөлімінде жұмыс істейді, мен Казатомпромда жұмыс істеймін. Уран саласы бізде енді асыл вредный, өте зиянды. Сол кезде жұмыс істеп жүрміз. Енді біз қысы жазы демейміз, біз енді 15 күнде 15 күн қайтып келеміз жұмысқа, бірақ өте зиянды. Біздің арамызда енді бір балалар болады, жұмыс енді істейді, бірге істейді. Енді еркекпіз ғой, бірге араласқан әңгімеден келіншегім 7 жыл болып көтермей жүрді. Ойбай, не болып қалды? Білмеймін, келіншегім көрініп жүр, бірақ одан ешқандай не жоқ, әтеже оның бәрі жақсы екен. Мен еркекпін ғой, қанша дейін намыстанамын, көрініп оралып па не көріп қорқамын дейді, былай не ғой. Бірдеңе деп қаламын деп, сондай бір нәтиже береді. Сосын мен алдында осы қанжалап сөйлесіп едім, бір несін алғанмын, жаңағы бошып кеткен. Сосын өзім ішіп, қолданып көріп жүрмін, өзімнің результатын білемін да. Кофе? Иә, кофе. Сосын басында мен жартылай жүріп, ол керемет нәтиже, оны 15 күнге жеткізіп жүрмін, өзім созып. Бірақ мен өзім ішіп жүргесін, келіншегімдер жылап, арада жылап. Иә, ол енді бұрын жас кезде келе болмайды, қазір өзім 36-тамын. Иә. Бұрын ең бірінші кезде үйленген кезде келе болмайды да, ол қазір қанша мен уранда істейтін болады, сондай не болады да. Уран өшіреді ол. Сол жігітке ұсындым, сен осы нәрсені ішіп көрші, мен саған бір несін алып көрсейін. Сол егер результат болып жатса, нәтижесін айтатын деп. Сосын болды деп, мен екеуміз келістік, мен сол сразу звондап, қандай әпше сізде бар ма, ертең жұмысқа түсесіз ба, ала келіңізші маған біреу. Мен ақшасын өзім беремін деп сізге. Болды деп айтып келіп, мен алдым да, мынаны ұсындым. Бірінші бұның ішінде 7 несі болады, соның біреуін жартысын алып бүгін жесін, 3 күннен кейін жартысын ішесің. Сонда бөліп ішесің. Бұның жартысының өзі-ақ саған бір ем алып жетсе, вообще 3 күнге жетеді. Соны алып жүр, не алып жүр, осы кеше январь мен февраль айында ма маған хабарласады, келіншегім көтеріп сағыз көп рахмет. Қандай әпше, тағы да қандай продуктылар бар деймін, маған несін жіберді. Сен Рабиға апаймен сөйлесіп көрші, сояққа қарай, сен сөйлесші, офиске айтамын. Сосын Рабиға апайға деп қадым. Сосын мен кофені ғана аламын да кетіп қалдым. Сосын кеше қандай әпшемен сөйлесем, тағы да оны жаңағыдай нелерді көрсетті жаңағы. Маған нелерін бәрін жіберді. Олардың жаңағы ұйықтар алдында тілдің астына қойып жататын, сосын тамақтан алдын ішетін, әрінен өзінің пакеттері бар екен. Мен оларды әлі бұлай толыққа түсінген жоқпын, келгенім кеше. Енді олардың жақсылап қадағалап алсам, енді ол мен үлкен фирмада жұмыс істеп жатқан миғандағы не болып тұр да. Бірақ ол мен сатып алған нәрсені, мысалы, мен енді өзім де пайда көремін болғасын, мысалы мен 10 мыңға сатып алсам, оған 13 мыңға сатамын. 13 мың теңгеге алдым. Мен өзім 3 мың теңге көріп отырамын да, алған продуктын үстіне қойып отырмын. Сосын сөйтсем, сен өзің тіркелсең, саған 30% скидка берді. Сосын сөйтіп, әйтеуір адам көмегін тиіп жатқасын, осы фирмаға мен де қосып, қазір әпшелерді тіркелдім. Молодец. Кофе бергенде без каланғар бергенде ештеңе берген жоқпын. Тек содан да нәтиже берді. 7 жылдан басы, 7 жыл болған. Үйленгеніме, бірақ 7 жылдан бері бір результат болған жоқ. Әйелім көтеріп тастап қойған жоқ, басқа ешқандай болған жоқ. Мен өзімнен де бар шығар дейді. Мен бір үйден кейін, еркекпіз ғой, үшеде ол сіздің ұят жоқ, бір үйден кейін мен арма қарай шалым жемеді. Әбден жұмысты уранда істеп қалған, жеп болған. Ол бізде альфа-бета гамма деген сәулемен жұмыс істейді. Ол деген адам денесін кесіп өтеді. Бізде тек одан қорғанатын арақашықтық, сосын қорғасын бізде жоқ қой. Ол қанша дейміз, арақашықтық бізде ол 20-30 метр жер ұзақтықтан тек бақылап көреміз да, қайткен. Онда да бәріміз сезген қолданымыз, немен, абонникпен барып жұмыс істейміз.
сол нәрсеге сен денеңнің бәрін жеп болған, сен тем более лазер сөйтілер өте зиянды. Сен істеп жатқан нәрсенің бәрі не өтіп кеткен денеңе. Сен осы кофені ішші, сен бүкіл организмдегі анау еркек жолының бәрін тазартады. Сол ненің бәрін сідік арқылы шығады дейді барлығы. Сен осыны ішіп көрші деп ішіп, сол бір неден кейін ақ ол уже көрсетіп жатыр. Екіншісін тағы сұрады, мынау жақсы болды. Түнде ойбай азанға дейін шапсам да шаршаған жоқпын. Әлі жатпай тұр, мынау күшті ғой деді. Сен көр болсын десін. Сосын кейіннен тағы бір пашасын алдыр деп, сол кейіннен соңғысын беріп жіберді. Сол айтып жатыр, мынау күшті продукт деп, қақтау, кіммен не болсын, кім не мен оған ашаға айтпа. Жоқ, только через маған келеді осы кісілердің бәрі. Сен осыны алғаннан кейін оны не істейсің? Оны өзің ішіп жатсың деп қолы мен бар айтқым келіп тұрған жоқ та мен 3 мың теңге көріп жатырмын деп. Айтқым келіп өстілерге айтқым келіп мен өзім қолданып отырмын, өзім пайдаланып отырмын. Сен ертең маған айтады, бұл саған арзан болып кетті, сен енді оның үстінен көріп аласың дейді. Егер сен артыңа компания балалар тіркесең, оларды алып алса, сен көтеріп өсесің. потихонечку она жұмысын Мен енді ұмытып бірақ Достайсың сол қойды. мен қадам болғанда өте 15 жыл болды деп жатқанға. Мен 15 күн сен 15 күн демалып. Сояқтағанын бәрін жаза бер, айыққа жазсын. Жоғары ақшалар. Солардың бәрін бағана айтып келе жатырмын ғой сіздерге, казатомпромнан бізге бір адам керек деп. Айтып келе жатқам жолда. Осындай отзывтардан кейін қалай жұмыс жасамайсыздар? Міне қараңыз, біз жасанды емес, ешкім ойынан құрастырып жатқан жоқ, көрдіңіздер ма? Ұлжан ханым, сізге тиесілі осы. Осыны обязательно Жұмыс істемей жүрген адамдар дейсің. Обязательно, вообще керемет. Оятатын жұмыс. Мотивация. Тәрбиелеш не екен? Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет саған, арнайы келгенде.